Қайырлы күн, құрметті достар. Назарларыңызға атадан қалған адал ас атты айдарымыздың кезекті ұмыт болған тағамы жарма құрт. Жарма құртты дайындау үшін бізге қажетті қоспалар: сүт, іркіт, тұз. Ең алдымен ұйытылған сүттен іркітті дәке арқылы бөліп алып, бір тәулікке ағаш бұтағына іліп қалдырамыз. Түзілген сүзбеге қалағанымызша тұз салып дәмін келтіріп алып, барлығы дайын болған соң өзіміз қалағанша әртүрлі пішінде құрт жасаймыз. Құрт сөзінің мағынасы құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Бұл тағамның өзіндік ерекшелігі бар. Ақ уызға өте бай. Соның арқасында құнарлы, тоқ тағам болып есептеледі. Құрт қой, сиыр сүтінен жасалады. Құрттың дәмі ащы болғанымен жеуге сүйкімді тағам. Қазақ құртты тамақ есебінде әртүрлі шөл басуға да қолданылады. Құрттың тағы бір түрі қайнатылған құрт, немесе көже құрт деп атайды. Көже құртын дайындау үшін бізге ең алдымен үй жағдайында жасалған айран қажет болады. Айранды қызып тұрған қазанға құйып, ұзақ уақыт қайнату салдарынан ол қоңыр түске айналғанша қайнатамыз. Осымен біздің ұмыт болған тағамдарымыздың бірі жарма құртымыз дайын. Ас болсын.